Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Осындай екі ғана жұмыртқадан жасалатын, қып-қызыл болып және қытырлақ болып пісетін чак-чактың рецептімен бөлісемін. Ал онда бастайық. Ең алдымен осындай ыдысымызға жұмыртқамызды дайындап аламыз. Шым-шым тұзымызды саламыз. Және жарты қасық содамызды саламыз. Үстінен жарты қасық 70% уксусымызды құямыз. Осылай жақсылап қасықтың көмегімен араластырып, массамыз көпіреді. Және ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Қамырымыз шіле қатты болмау керек, осылай жұп-жұмсақ болып, жылтыр болып шығу керек. Қамырымызды 10-15 минутқа пакетке салып, демалдырып қоямыз. Енді қамырымызды жұқа қылмай, ұнымызды аз мөлшерде ғана сеуіп, осылай қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды ортасынан кесіп, өздеріңіздің қалауларыңызша бойынша пышақпен, болмаса осындай ирелек пышақпен пайдаланып қамырларыңызды кессеңіздер болады. Мен осылай ирелек пышақпен кестім, піскен кезде әдемі болып шығады. Барлық қамырымызды алдын ала осылай пышақпен кесіп дайындап аламыз. Майымызды қыздырып, отқа қойып, аз-аз мөлшерден салып, осылай екі жағында қызартып, қуырып аламыз. Чак-чагымыз дайын.